Саламатсыздар ма, білім алушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз электр қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі. Біріншіден, электр қауіпсіздігін өтпестен бұрын электр күші дегеніміз не екенін тоқтап кетейік. Электр күші электр тізбегіне жалғанған табиғатты электростатикалық емес энергия көзі болып саналады. Электр қауіпсіздігі дегеніміз ол электромагниттік өрістің статикалық электрленудің электрлік доға мен электр тоғының зиянды және қауіпті әсерінен адамдарды қорғауды қамтамасыз ететін ұйымдастырылған және техникалық жұмыстар мен шаралардың жүйесі. Электр тоғына түсіп қалған кезде мынадай зақымдарды алуға болады. Ол күйіп қалу, терін металдануы, электр белгілері, электрофтальмия, электр соққысы және механикалық зақымданулар. Электр тоғының көкірек клеткаларының бұлшық еттеріне тікелей немесе рефлекторлы әсер арқылы орын алады. Егер тоқтың әсері ұзақ болса, онда адам асфиксия деген құбылыс немесе жағдай орын алады. Яғни адам тұншығады. Оған оттегі жетпейді. Организмге диоксид көміртегі көбейіп кетеді. Бұл кезде ес жоғалады, сезім нашарлайды, рефлекторлар қызмет жұмысын аяқтайды. Тыныс алу тоқтап, сезім нашарлайды, нәтижесінде клиникалық өлімге әкеп соғуы мүмкін. Сондықтан да электр тоғымен жұмыс жасаған кезде, болмаса электр тоғын пайдаланған кезде қауіпсіздік ережелерін сақтаған жөн. Соған байланысты видеоролик ұсынамын. Егер де адам электр тізбегінің бір бөлігіне айналатын болса, электр тоғы оның өміріне қауіпті болуы мүмкін. Бұл жағдай орын алғанда ток адам денесі арқылы өтіп адамды электр тоғы соғады. Біз ток соғудан екі түрлі жолмен қорғана аламыз. Ток өткізбейтін материалдардан физикалық кедергі жасау арқылы денемізді оқшаулап, электр тізбегінің бір бөлігіне айналмауымызға болады. Электршілер токтың қол бойымен өтуінен сақтану үшін арнайы резеңке қолғаптар киеді. Электр тоғы жерге жету үшін әрқашан кедергісі аз жол іздейді. Кедергісі аз болатын балама жолдар жасау арқылы электр тоғының өтуін бақылауға болады. Жайтатқыштар осы қағидамен жұмыс істейді. Олар жоғары өткізгіштік арқылы найзағай тоғын жерге еш кедергісіз өткізеді. Сол арқылы найзағай ғимараттарға тимей, ішіндегі адамдардың аман қалуына мүмкіндік береді. Электр тоғының соғуынан сақтану үшін күнделікті қолданыстағы электр құралдарында оқшаулау және кедергі қағидалары қолданылады. Құрылғы сымдарын қауіпсіздендіру үшін олар әрқашан оқшаулағыш материалмен қапталады. Егер де сымдар толығымен қапталмаса, қаптама сырты өте қауіпті болуы мүмкін. Осындай жағдай орын алғанда, жеріме сымы деп аталатын сым розетка арқылы қаптама мен жер арасында кедергісі аз тікелей жолды қамтамасыз етеді. Осы жол бойымен күшті электр тоғы өткен кезде құрылғының сақтандырғышы істен шығып, тізбек бұзылады. Осылайша сіздің өміріңізге төнген қауіп сейіледі. Ары қарай өрт қауіпсіздігіне көшейік. Өрт қауіпсіздігін бірінші білместен бұрын өрттің не екенін біліп кетейік. Өрт бұл арнайы жасалмаған материалдық шығындарымен қатарласып жүретін, кейде адам өлімі болуы мүмкін, бақылана алмайтын ошақ көзі. Өрт бұл адамның өмірі мен денсаулығына, қоғам мен мемлекетке зиянын тигізетін, қоршаған ортаға үлкен материалдық зақым келтіретін, қоршаған ортадағы заттардың бақылаусыз жануы. Ал жану дегеніміз жаңғыз зат пен толықтандырғыш арасындағы тотығу және қалпына келетін реакциялар барысында болатын процесс. Газдар, металдар және әртүрлі көміртекті заттар жаңғыз зат болып саналады. Хлор, иод, фтор, бром және ауадағы оттегі әдетте тотықтандырғыш болып табылады. Жаңғыз зат
және тотықтандырғыш қосылып жанған қоспа біртекті газ немесе біртекті емес үстіндегі қабатты сұйықтық газ, қатты зат, газ болатын заттарды құрайды. Өрт қауіпсіздігі бұл өрт болуы мүмкіндігін болдырмау және оның пайда болған кезінде адамдарға, құрылыс және материалдық құндылықтарға өрттің қауіпті факторларының жағымсыз әсерлерін жою үшін қажетті шараларды қолдану болып саналады. Өрт қауіпсіздігін алдын алу шаралары мен жеке белсенді өрт қорғанысымен қамтамасыз етіледі. Өрттің алдын алу болып, өртті болдырмау немесе оның салдарын азайтуға бағытталған іс-шаралардың кешені саналады. Белсенді өрт қорғанысы бұл өрт немесе жарылысқа қауіпті жағдайлармен белсенді күресуді қамтамасыз ету шаралары. Әрі қарай тұрмыстық өрттің шығуына байланысты видеороликті ұсынамын. Үйде өртті болдырмауға себебін тигізетін қарапайым өрт қауіпсіздігі шараларын ұсынамыз. Қосылған электр аспаптарын ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Барлық электр аспаптарының ақаусыз болуына көз жеткізіңіз. Әрбір розеткаға электр аспаптарын бір-бірден ғана қосыңыз. Майшамдарды және қандай да бір отты пайдалану кезінде өте абай болыңыз. Сіріңке мен оттықты балалардың қол жетпейтін жерлерінде сақтаңыз. Төсекте ешқашан темекі шекпеңіз және спирттік ішімдікті ішіп, темекі шеккен кезде өте сақ болыңыз. Жылу беру маусымының алдында пештің түтін шығатын мұржасын, түтіндікті және жылу беру пештері мен жүйелердің басқа да бөлшектерін қара күйеден тазартыңыз. Жылу беру маусымында кемінде 2 айда бір рет тазартыңыз. Жылыту пештерін пайдалану кезінде жағылған пештерді қараусыз қалдыруға. Жағуға дайындалған отынды, сондай-ақ басқа да жанғыш заттарды от жағу орнының алдындағы жаймаға қоюға. Қатты отынды пешті жағу үшін жеңіл жанатын және жанармай сұйықтықтарын қолдануға тыйым салынады. Пешті қатты қыздырмаңыз, оған жиһазды және басқа да жанатын заттарды тақап қоймаңыз. Өрт болған жағдайда эвакуациялау кезінде жабық есіктің кілттері әрқашан қолда болу қажет. Өрт шыққанда 101 телефонына қоңырау соғыңыз. Ана ғана көрген видеомызда тұрмыста қалай өрт қауіпсіздігін сақтау жолдарын көрсеттік. Әрі қарай далада табиғи жолмен болатын орман өрттерін көруге видеоны ұсынамын. Жағдайлар департаментінің мамандары жаз мезгілінде мүмкіндігінше қауіпсіздік ережелерін сақтауды ескертеді. Мамандар өрттің негізгі себебі тұрғындардың салғырттығы мен немқұрайлылығында екендігін айтады. Өйткені өңірде отты абайсызда қолдану жағдайы бойынша 47 өрт тіркелсе, балалардың отпен ойнауы салдарынан 32 өрт шыққан. Хромтау, Мәртөк, Қарғалы, Ойыл, Шалқар аудандарында дала өрттері жиі тіркеліпті. Елді мекендерде 340 ерікті өрт сөндіру құрамдары құрылған. Олардың құрамында 2900 белсенді адам жұмыс істейді. Орман өрттерін жаңағы видеода көрдік. Ол әрине көбіне құрғақты жерлерде, ауа райы ыстық кезінде болатын нәрсе. Оны енді табиғи апат болғандықтан болдырмаудың амалдарын қарастыру керек. Егер де егінді алқап болса, болмаса орманды жерлер болса, жан-жақтарына су құбырларын жүргізу керек, немесе жан-жақтарын орып бір оқшаулау жұмыстарын ұйымдастыру керек. Енді егер де әрбір адам өзі күнделікті қауіпсіздік ережелерін сақтаса, және де электр құрылғыларымен қолданған кездегі ережелерді сақтай білсе, өрт жағдайларын болдырмау ережелерін сақтай білсе, әрине біз дейтін электр қауіпсіздігі мен өрт қауіпсіздігін дұрыс орнықты сақтап, әрі қарай манағы айтып кеткен болатын қиындықтарды, болатын қауіптерді алдын аламыз. Бүгінгі тақырыбымыз осы, толық ашылды деген ойдамыз. Жақсы, сау болыңыздар.